Бір адам таңғы намазға кетіп бара жатып, бүгін түнде біреуге садақа беремін деп ниеттенеді екен. Жолдан бір кісіні көріп, соның алақанына ақшаны ұстатады да ары қарай кете береді. Сол күні аян түс көреді. Түсінде садақаны бір ұрыға бергені айтылады. Жаңағы адам мұқтаж біреуге емес, ұрлықпен жүретін біреуге берген үшін қатты қапаланады. Ертеңіне садақаны қайта беруді ойлайды. Түнде қараңғыда шығып қараса, бір әйел жүр екен. Қасына барып қолына садақасын ұстатады. Сөйтсе ол әйел зинақорлық жасаған біреу екен. Оны естігенде адам одан сайын мұңаяды. Енді шын мұқтаж біреуге бермекші болады. Бірақ ертеңіне мешітке бара жатып, байқамасан садақасын бір бай кісіге беріп қояды. Садақам қабыл болмады-ау тағы, деп үйіне қайтады. Аян түсінде оған: садақаларың қабыл болды. Өйткені ұры сенің садақанды алып, расында да ризықты беретін Аллах деп ұрлықтан бас тартады. Әйел зинақорлықты тастайды. Ал бай адам жағдайы менікіне нашар болып тұрса да, садақаны аямай беріп жүр деп сенен ғибрат алып, Алланың өзіне берген ризығынан садақа бере бастайды, деп сүйінші хабар береді екен. Қымбатты менің көрермендерім, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра отырыңыз.